Қайырлы күн, мен есімім Сабыржан, кеңшілік. Жасым 26-да, 1994 жылғы 10 қыркүйек күні дүние есігін аштым. Қазір таңда қалалық жастар орталығының директоры болып табыламын. Мен қасымда келіншегім. Атым Дайрабай Ақниет. Менің де жасым 26-да. Екеуміз құрдаспыз. Үлкен мен де өте өсей. Шай үлкендігім бар. Әуелі дебатта жүріп таңдай қақтырды. Кейін ұлттық тренер болып жастарды оқытты. Қазір ол Қосыл Қызылорда қалалық жастар ресурстық орталығының директоры. Сонымен бүгінгі жас жұбайлар бағдарламасында білікті басшы, қамқор әке, адал жар, Сабыржан кеншілік және Ақниет Дайрабай. Мен үйдегілердің бұрын кіші кезден бастап, мен мектепке ақша сұрауға жек көретін, мен одан қатты намыстанатын. Сол үшін де пайда мен колледжге түстім, өткенде мен ағам колледжде оқып стипендия алып жүрді, ол өз ақшасын өзі жаратады, басқалады. Мен де айттым үйдегілерге, папа, мен колледжге түсем, педколледжге түсем, давайте. Папа айтты, түспесең 11-ге қаласың. Давай. Негізгі позиция, мен өзімді өз басымды өзім алып жүрсін, өзім қаржыландыру үшін грант менде позиция болды. Түстік, әйтеуір өйтпейді. Аз бала сақты әйтеуір соңғыларын биігінде ілесіп әйтеуір ілініп кеттік. Колледжге түстік. Колледжге түскеннен кейін сол стипендия алдық. Стипендияның жартысын үйге бересің. Уже кіші кезде менен позиция, наоборот, мен алған емес, бөлісіп, мен рахаттанамын. Мен кайфую дейді ғой. Өзінің бірдеңкемен бөлісіп, болсаң болды, молодец деп. Мен наоборот сондай жауапкершіліктен, сол жауапкершілікті қалаймын. Қазір жастар орталығында да сондай ғой. Мен мысалы бір жұмыс жасап жатқан кезде біреу мысалы жақсы сөз айтады, басқа айтады. Я от этого кайфую. Өйткені сен жақсы дүние беріп жатсың, сондай жауапкершіліктен рахат аласың. Содан кейін бірінші курстың соңынан кейін колледжге тұрдық, жұмысқа тұрдық. Екінші курстың басында бірінші басшым қазіргі облыс жастар орталығының директоры Бауыржан Қайырбек Масеков. Сол кісі жұмысқа шақырды, оның қасына жұмысқа тұрдық. Ол кезде айлық қанша еді? Бір 17 мың теңге ма? Енді ол кезде 0,5 қой енді. Сол кезде 17 мың теңге айлық болады. Сабыржан осы деген кезде. Все, болды деген кезде. Жаңа стипендия түсетін карточканы мамаға. Мама, давай, мен жұмысқа тұрдым. Мендегі позиция кіші кезден бастап өз-өзімді қамтамасыз ету, сосын уже соның жартысымен басқа да қамтамасыз ету. Мен более андай жаңағы жекешеленуге қатты тырыстым кіші кезден бастап. Өйткені мен қатты жек көретін дүние біреуге не болу, масыл болу, пиявка болу. Сосын мен любой жерде де сондай, қазір де сондай, сәл біреуге ауырлықты болады, эмоциясына басқасына сезінген кезде, лучше оның көмегіне жүгінбей-ақ, өзім ақ істей берген дұрысырақ деген позицияны ұстанамын. Ол өте еңбекқор. Ата-анасының разылығы үшін ерінбеді. Бірақ сол ата-анасының батасы болса керек, осындай үлкен дәрежеге жеткізді. Бір көргеннен ұнатқан Сабыржан Ақниетті жан-жақтан сұрастырған. Негіз алғаш танысуымыз, мен Ақниетті танымаймын, ол мен сыртта таныған оқушы кезінде. Мен жас ұрпақтың белсенді мүшесіміз. Қызылордада оқушылардың басын қосатын оқушылар сарайында осы жас ұрпақ деген ұйым болды. Ол ұйым Ақниет те мен де мүше болдық. Біз бірақ сәл ұйымдастырушы составта болдық. Ақниеттер мектептен жетекшімен келген соң бізді сырттан байқады. Сосын барып уже кейін танысқан соң айтты, мен сені оқушы кезден танимын, сыртынан көргенмін деп. Негізі осы педколледжде таныстық. Негізі менің өзім ұнайтын жас кезден бастап қоятын бірнеше критерийлер бар қыз балаға. Соған сәйкес болғандықтан Ақниетке хат жаздық, подружкасы арқылы сәлемдеме жеткіздік, өйтпей сөйлестік. Өйткені Ақниет өзі более маған қарағанда тұйық, коммуниті ондайға шықпайтын, қоңырауда да шықпайтын, сөйтіп әйтеуір қазір Құдайға шүкір екі баланың әке-шешеміз. Мен енді осы уақытта қыз баламен көп дос болдым ғой енді. Көп дос балалар, қыз балалардың достарым барлығы более активный, өз пікірін сөйтіп қатты жеткізе алатын. Бірақ мен өз келіншегі алып әйел адам ретінде оң кезде мен сондай
биязылықты, сәл ұяңдықты қаттырақ бағалаймын. Өйткені сөйлеп отырған өзіңнің бетіңе жиі кіріп қайтарып отырған адамдар маған да қажет жоқ. Өмірдің соңына дейін ондай адамдар ол өмірде жетеді. Сондықтан да Ақниетке көз салып, сөз салып, сөйтіп бәрі жақсы болған сияқты. Бойындағы қарапайымдылығын бағалаған Ақниет қателескен жоқ. Студент кезінде қандай сабыржан болса, күні бүгінге дейін сол азаматтығынан таймаған. Мен болашақ күйеуімнің негізі өте сабырлы, өмірге құштар, жан-жақты, өзінің отбасын асырай алатын, бастысы ата-анасын құрметтейтін сондай кісіні таңдағанмын негізі өмірде. Негізі Сабыржанды Гүлнұр деген өзімнің класстасым арқылы танысқанбыз негізі. Гүлнұр негізі бұны жақсы таниды. Екеуі сөйлесіп, оқушы кезден дворецте араласып сөйтіп жүрген. Гүлнұр менің группаласым болды. Екеуміз бірге отыратынбыз, бірге сөйлесіп. Сол кезде Сабыржан сен ұнатып жүр екен, саған сөз салғысы келіп жүр екен, бір-екі күнде саған хабарласып қалатын шығар деп. Енді ол кезде күткен жоқпын Сабыржаннан ондай қадамды. Ондай сөйтіп жүрдік. Сосын Гүлнұр одан кейін енді коридорда көріп қаламыз, бір жерде жүреміз. Бірақ Сабыржаннан ондай қадам келген жоқ ше. Күтіп жүр. Я звондамайды. Сол енді қалды. Содан кейін бұл Сабыржанның бір несі сөз салу өте қиын болды. Мен күтіп жүрдім да, одан кейін әйтеуір білдіре алмай жүрді шын сезімін. Бірақ кейін айтты ғой енді жайын деп. Содан бастап сөйлесіп, араласып, сөйтіп кеттік. Біз қазір 5 жыл жүріп, отбасын құрғанбыз. Көбісі таңғалады бізге. Қалай 5 жыл жүрдіңдер деп. Сол студент кезден бастап танысып, сөйлесіп, одан колледж бітірдік. Мен оқуға түстім. Сабыржан жұмыс жасап жүрді екеуміз. Колледжден кейін үйренейік дегенге жоқ, университет бітіремін деп уақыт созған осы кісі негізі. Иә, біз 3 жылдан кейін ба үйленіп қалуымыз мүмкін еді. Сол оқу бітірейік, шамалы жұмыс істейік деп 5 жылдан кейін отбасын құрдық. Мен інім бар, Асылжан деген, осы жерде жүрген, қазір КВН-ге қатысып жатыр. Ортаншысы мен, інім 2006 жылғы, мен 94, және ағам бар 92 жылғы. Ол қазір Астанада Таңшолпан емес, Қазақстан телеарнасының ведущие. Сосын ішінде бірнеше бағдарламаларға нелерге түседі. Жалпы жақсы жігіт. Телевизорден көрген сайын мен бауырым ғой дейді. Сабыржан аса балажан. Осынша балажан адам алғаш рет әке атанғанда қандай сезімде болды деп ойлайсыз? Әке болғанда роддомнан шығарып баланы қолға ұстаған кезде ондай қатты сезінбейсің негізі. Енді бүкіл балдарға жаймен дәлел болып жатыр. Баланы бірінші алған кезде как-то алдың, менің балам, все нормально. И оны сезінесің уже 1 айдан кейін, 2 айдан кейін уже жаймен деп уже бауыр баса бастайсың, үйрене бастайсың, жағдайына қарай бастайсың. Жайдан жай мен олға другтарым бар еді. Жайдан жай адамға бір-бірін бауырып қайта алмайсың ғой. 1 секундта бауырып кете алмайды. Бұл дәл сондайсы болды менде эмоция. Бір ұлым болған емес, үйде бір кіттай бала жатыр аяқтап жүр деген сияқты болды. Сосын барып уже жаймен деп бауыр баса бастадық, сөйлесе бастадық. Сосын кейін уже сәл өскен кезде уже ұлым, балам, сосын сезінесің. Басында туылған кезде, қолға алған кезде ондай қатты ешқандай сезім болған жоқ. Өйткені түсінбейсің ғой, не қылып жатқан. Біреу алдың өтірді, бұнда қорапты берді. Ұстап тұрсың, суретке түстің әйтеуір. Мен бірінші баламды қолға алған кезінде аналық сезім дейді ғой. Өте ерекше болды. Әсіресе ұлымда енді. Екінші қызымда уже білесің қалай болатын, не болатын. Ұлымда ерекше сезім болды. Жылайды, түнде ұйықтамайды. Бірге қосылып жылаған кездерімде болған. Енді бұрын сондай ондай кішкентай балам үйде ағам баласы болды, бірақ ондай енді
ағаң баласы бөлек болады екен. Ондай моменттер көрмейді ғой. өзің балаң өзің енді қарауың керек, жыласа емізуің керек деген сияқты. Басында енді өте қиын болды. Балам ему жағынан шамалы проблемалар болды. Ұйықтамайды, мазасыздау болды ұлым. Бірақ енді шүкір, қазір үйрендік қой бәріне. Қатты ұйықтамайтса маған келіп тұр. Әйтеуір Сауыржанға қатты уже шыдамай баратқанда Сауыржанға беретін тұғын. Осылайша әулетте көптен күткен қыз бала да дүниеге келіп қуанышқа бөледі. 52 жылдан кейінгі қыз болып тұр әулетте. Кейін уже 10 шақты жылдан кейінгі қыз болып тұр ғой. Примерно бізден бастап уже әулетте біз мамаларға да кезінде 3-ші балаң қыз болады деп, жалпы әулетке сонда қыз баланы қатты не істеді, болжамдады, күтті. Уже немерелер тағы да ұлды кілең ұлдар болып бастады. Енді менің бірінші тұңғышым, ағам тұңғышы, олар да ұл. Сосын барып уже біздікі, сол кезде жаңағы Ғалымжан Галюк деймін ғой енді. Ғалымжанға айтамын, давай істейік. Кім бірінші қызды ұзаттаған, болмасайық, осылай. Сосын уже қызды болдық, шүкір. Енді біз қызды болғаннан кейін, 2 айдан кейін, жоқ, 1 ай. 1 айдан кейін ағам тағы да қолда қызды болды. Білмеймін, құдай қаласа әйтеуір енді кілең ұлдарды неседік, толықтырдық, енді кілең қыздардың несі поколениясы кетулады шығар. Көз қуанышына айналған қос құлыншағы бұл жұптың бақытын екі еселеді. Жандарына жылу сыйлап, қылықтарымен баулайтын да солар. Енелі келіннің ара қатынасы да анасы мен қызындай. Маған ұнайды ата-енеммен тұрған. Бізге үйленген жылдары даже бөлек шығып көрсеңдер, өйткені мен ата-енем жас та, өздерімен өздері тұрғысы келеді. Жұмыс жасайды ғой. Жұмыс жасайды. Енемнің өзі 73 жылғы ғой. Өте жас, қазір 4 немересі бар, шүкір. Енді өздерімен өздері тұрғысы келген шығар, енді бізге сөйтіп айтқан, бөлек шығасыңдар ма, көріңдер тұрып, жұмыс істеңдер. Мен айтам, қайқа барамыз. Біз бірге тұрғымыз келеді, енді балалы болғасын қиындау ғой енді. Бірақ маған ата-енеммен тұрған қазіргі таңда ыңғайлырақ, бір жағынан ұнайды. Үйренеріміз көп дейді ғой. Шүкір, келген жылдан бастап, қазіргі кезбен салыстырсам, өзім шамалы өстім деп ойлаймын. Көп көмектесті ата-енеміз. Сүйікті тамағы, оған бәрібір. Таңдамайды, тамақ жей береді. Сүйікті тамақ дегенде де сүйікті тамақ жоқ менде. Мен желінетін зат жей беремін, андай особо ешқандай предпочтение деген жоқ. Әркімнің өз бюджеті бар, общий бюджет бар. Общий бюджет жаңағыдай мен уже көлікке де бөлек жинап жүрсін, жылыстыруға деп бөлек саламыз деген сияқты. Бірақ үлкен траталардың барлығын мен жасаймын ғой енді. Ақшаны енді көбінесе күйеуім ғой ұстайды. Мен шығар. Өткен отбасымызға көп қой, енді балдарға дейміз, киім-кешек. Мен шығар. Енді ақниет көп шықпайды, көп естімейді, бірақ мені ғой көп жарататын, көбірек сиятын. Енді ашушаң мен, дәл екеуіміз салыстырған кезде мен ашушаңырақ мен болып табыламын. Мен ашуланамын, бірақ білдіртпеуге тырысамын енді. Ал Сауыржан көп ашуланбайды. Бір ашуланса қыр жүреді деп. Ең бірінші бергені студент кезімізде андай алқа берген. Күміс алқа. Кезде студентпіз ғой. Сол әлі есімде. Сол колледждің кезінде сондай қолға тағатын бірдеңе берген шығармын. По-моему, сол иә. Ол маған әйтеуір бір ең бірінші не берген. Запонка берген. Фиолет ол әлі есімде, бір штук әлі жетір. Сезім мен төзім қатар жүрсе ғана береке болады. Ең бастысы үміттің үзілмеуі, ниеттің тазалығы, сезімнің беріктігі дейді жас жұбайлар. Олар үлкен өмірге енді ғана қадам басты. Сондықтан оларды әлі талай керемет тосын сыйлар күтіп тұр. Алайда отбасының берекесі сыйлықта емес, сыйластықта екенін жастар жақсы түсінеді.